Бас сүйек, краниум. Негізгі атқаратын қызметі миға және бірқатар сезім мүшелеріне қос түзу болып табылады. Осы қызметіне орай оны екі топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі, миға қос түзуге қатысатын ми сауытының сүйектері нейрокраниум деп аталады. Екіншісі, сезім мүшелеріне қос түзетін бет сүйектері висцерокраниум деп аталады. Ми сауытының өзін екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі, ми сауытының күмбезі, кальвария краниум. Екіншісі, ми сауытының негізі базис краниумнен тұрады. Бас сүйектерінің өзі жұп және тақ болып бөлінеді. Ми сауытының өзі 8 сүйектен тұрады. Оның екеуі жұп, төртеуі тақ. Жұп сүйектерге төбе сүйегі ос париеталия, самай сүйегі ос темпоралия жататын болса, тақ сүйектерге маңдай сүйегі ос фронталия, шүйде сүйегі ос оксипиталия, сына тәрізді сүйек ос сфеноидалия және торлы сүйек ос этмоидалия жататын болып табылады. Бет сүйектерінің өзі 13 сүйектің жиынтығынан тұрады. Оның үшеуі тақ, қалғандары жұп болып келеді. Тақ сүйектерге төменгі жақ сүйегі ос мандибуля, тіл асты сүйегі ос хейдиум және өре сүйек вомерді жатқызатын болып табыламыз. Ал жұп сүйектерге жоғарғы жақ сүйегі максилля, мұрын сүйегі ос назалис, көз жасы сүйегі ос лакрималис және таңдай сүйегі ос палятина және төменгі мұрын кеужірі инфериор назалис конханы жатқызамыз. Ми сауытының сүйектері мен бет сүйектері өзара жіктер арқылы байланысатын болып табылады. Бет сүйектері, яғни висцерокраниум, өзара жалпақ жіктермен, яғни сутура пляна арқылы біріккен. Ал ми сауытының сүйектері екі түрлі жікпен байланысады. Біріншісі ол қабыршақты жік, екіншісі тісті жік. Қабыршақты жік сутура сквамоза деп аталады. Ол тек қана төбе сүйегі мен самай сүйегінің арасындағы қабыршақты жікті ажыратамыз. Ал қалғандары тісті жікпен байланысады. Тісті жіктер сутура серрата деп аталады. Оның үш түрі бар. Біріншісі, маңдай сүйегі мен төбе сүйегінің арасында орналасқан тәждік жік сутура короналис деп аталады. Ал екі төбе сүйегін өзара қосатын сагиталды жік сутура сагиталис деп аталса, шүйде сүйегі мен төбе сүйегін қосатын лямбда тәрізді жік сутура лямбдоидея деп аталады. Шүйде сүйегі ос оксипиталия үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі базилиарлы бөлігі парс базилярис, латералды бөлігі парс латералис және қабыршақты бөлігі парс сквамозадан тұрады. Екі беті ажыратылады. Бірінші беті ішкі беті фацис интерна, сыртқы беті фацис экстернадан тұрады. Базилярлы бөлігіне тоқталатын болсақ, бұл жерде айтатын бірінші зат ол шүйде сүйегінің ылдиы. Ылдый латын тілінде кливус деп аталады. Бұл жерде сопақша ми мен бірқатар мидың басқа да құрылымдары орналасқан. Осы ылдийдің артқы бетінде жұтқыншақтық төмпешік орналасқан, ол туберкулум фарингеум деп аталады. Сонымен қатар осы базилярлы бөлігінде төменгі тастық қойнаудың жүлгесі сулькус синус петроси инфериорис орналасқан. Латералды бөлігі парс латералис деп аталады. Жұп бөліктерінің қатарына жатады. Бұл жерден сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі өтеді. Сулькус синус сигмоидея деп аталады. Сонымен қатар осы латералды бөлігінде мойындырық тілік орналасқан. Мойындырық тілік инцизура югулярис деп аталады. Оның бір шеті мойындырық осіндімен шектелген. Мойындырық осынды процессус югулярис деп аталады. Сонымен қатар осы мойындырық тіліктің ішкі бөлігінде мойындырық ішілік осынды, яғни процессус интраюгулярис орналасқан. Осы шүйде сүйегінің базилярлы бөлігі, латералды бөлігі және қабыршақты бөлігі қосыла отырып, шүйде сүйегінің үлкен тесігін, форамен магнумды құрайтын болып табылады. Сонымен қатар осы латералды бөлігінде ішкі бетінде осындай тесікті көреміз. Бұл тесік 12-ші жұп тіл асты ми жүйкесінің өтетін тіл асты өзегі каналис нерви гипоглоссии болып табылады. Латералды бөліктің артқы бетінде тоқталсақ, артқы бетінде бізде шүйде сүйегінің айдаршықтары кондулус оксипиталис орналасқан. Олар бірінші мойын омыртқасымен беттесетін болғандықтан түгелмен гиалин шеміршекпен жабылған бондық беттерінен тұрады. Осы айдаршықтардың артқы бөлігінде біз осындай шұңқырларды көреміз. Бұл шұңқыр айдаршықтық шұңқыр деп аталады.
фосса оксипиталия. Бұл шұңқырлардың өзіндік өзектері бар, ол каналис оксипиталис деп аталады. Қабыршақты бөлігіне тоқталсақ, қабыршақты бөлігі парс сквамоза деп аталады. Оның сыртқы бетінде ең бірінші көретін зат ол сыртқы шүйделік қырқа, яғни криста оксипиталис экстернадан тұрады. Бұл сыртқы шүйделік қырқаның жоғарғы бөлігінде оның шығынға келген бөлігі, яғни сыртқы шүйделік шодырды көреміз, ол протуберенция оксипиталис экстерна деп аталады. Сонымен қатар осы сыртқы бетінде біз осы шүйде сүйегінің екі желкелік сызығын көре аламыз. Жоғарғы желкелік сызық линия нуха супериор, төменгі желкелік сызық линия нуха инфериордан тұратын болып табылады. Қабыршақты бөліктің ішкі беті фацис интерна. Бұл жерде де ішкі шүйделік қырқаны көреміз, ол криста оксипиталис интерна деп аталады. Қырқаның жоғарғы бөлігінде сыртқы бетіндегідей шодыр орналасады, ол ішкі шүйделік шодыр протуберенция оксипиталис интерна деп аталады. Сонымен қатар осы шодырдың екі шетінде көлденең қойнаудың жүлгесі сулькусинус трансверсус орналасқан. Ал оның жоғарғы бөлігінде сагиталды қойнаудың жүлгесі сулькусинус сагиталис деп аталады. Сонымен қатар осы қабыршақты бөлігінде екі қыры жатылады. Бірінші қыры лямбда тәрізді қыры марго лямбдоидея деп аталатын болса, екіншісі емізікті қыры марго мастоидея деп аталады. Төбе сүйегі ос париеталия ми сауытының қақпағын құруға қатысатын жұп сүйектердің қатарынан тұрады. Оның 4 жиегі, 4 бұрышы, 2 беті ажыратылады. Бірінші жиегі фронталды жиегі, яғни маңдайлық жиегі, сагиталды жиегі марго сагиталис, шүйделік жиегі марго оксипиталис және қабыршақты жиегі марго сквамозадан тұрады. 4 бұрышы. Бірінші бұрышы ангулис фронталис, маңдайлық бұрышы, сына тәрізді бұрышы үшкір келген ангулис фенедалис, емізікті бұрышы кішкене дөңестеу келген ангулис мастоидеус және шүйделік бұрышы ангулис оксипиталистен тұрады. Сыртқы беті фацис экстерна. Бұл жерде екі сызық орналасқан. Біріншісі жоғарғы самайлық сызық линия темпоралис супериор, төменгі самайлық сызық линия темпоралис инфериордан тұрады. Сонымен қатар осы сыртқы бөлігінде төбе сүйегінің шығыңқы келген бөлігі төбе сүйегінің төмпесі тубер париеталия орналасқан. Сонымен қатар бұл жерде қоректік тесік форамен париеталия, яғни бұл жерден эмиссарлық венамен бірнеше артериялар өтеді. Ішкі беті фацис интерна. Бұл жерде ми өсіндісінің шұңқырлары, яғни фавеола гранулярис орналасқан. Сонымен қатар сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі сулькусинус сигмоидея орналасқан, ол емізікті бұрышында, ал жоғарғы сагиталды жиегіне жақын сагиталды қойнаудың жүлгесі орналасқан, ол сулькусинус сагиталис супериор деп аталады. Сонымен қатар оның ішкі бетінде осы артериялардың іздерін көре аламыз. Олардың ішіндегі ең анық көрсетілетіні ортаңғы менингиалды артерияның жүлгесі сулькус артерия менинге медиаля деп аталады. Маңдай сүйек ос фронталия. Бас сүйектің негізі мен күмбезін құруға қатысатын тақ ауалы сүйектердің қатарына жатады. Оның 3 бөлігі ажыратылады. Қабыршақты бөлігі парс сквамоза, көз ұялық бөлігі парс орбиталис және мұрындық бөлігі парс назалистен тұрады. Қабыршақты бөлігінің 2 беті ажыратылады. Сыртқы беті фацис экстерна және ішкі беті фацис интернадан тұратын болып табылады. Қабыршақты бөліктің сыртқы бетінде маңдай төмпелері орналасқан. Ол тубер фронталия деп аталады. Маңдай төмпелерінен астыға қарай бізде жарты ай тәрізді болтық түрінде орналасқан қас үсті доғасы аркус суперцилиарис орналасқан. Осы маңдай төмпесі мен қас үсті арасында орналасқан жазықтық бізде кеңсірік үсті жазықтық глабелла деп аталатын болып табылады. Қабыршақты бөлікпен көздік бөлігін ажыратып жатқан ол марго супраорбиталис, яғни көз ұяның жоғарғы жиегі болып табылады. Осы көз ұяның жоғарғы жиегінде біз осындай тұрақсыз келген тілікті көре аламыз. Бұл бізде инцизура супраорбиталис, яғни көз ұяның жоғарғы тілігі деп аталады. Маңдай сүйектің қабыршақты бөлігі латералды бағытта осылай сүйір келген өсіндіге ұласады. Бұл өсінді
бет сүйектің өсіндісі процессус зигоматикус деп аталады. Процессус зигоматикустың латералды бағытта сызық жүргізіледі, ол линия темпоралис, яғни самайлық сызық деп аталады. Самайлық сызық бас сүйектің қабыршақты бөлігімен самайлық бетіне, яғни фацис темпоралистен бөліп жататын болып табылады. Қабыршақты бөліктің ішкі бетінде маңдайдың қырқасы криста фронталис орналасқан. Ол жоғарғы бөлікте жоғарыға сагиталды қойнаудың жүлгесімен жалғасады. Ол сулкус синус сагиталис superior деп аталады. Осы сулкус синус сагиталис superiorның екі медиалды бөлігінде осы ми өсінділерінің шұңқыршаларын көре аламыз. Ол фавиола гранулярис деп аталады. Маңдайдың қырқасы төменгі бөлігінде соқыр шұңқырға, яғни форамен цекумға жалғасатын болып табылады. Келесі маңдай сүйектің көз ұялық бөлігі парс орбиталис. Оның екі беті ажыратылады. Төменге қараған көз ұялық бөлігі фацис орбиталис және жоғарыға қараған милық беті фацис церебралистен тұрады. Осы милық бетінде мидың саусақтық батыңқылары импрессия дигитата орналасқан. Ми батыңқыларының арасында көтеріңкі келген бөліктері ми көтеріңкілері юга церебралис деп аталады. Ал көз ұялық бөлігінде латералды бағытта көз жас безінің шұңқыры фосса лакрималис орналасқан болып табылады, ал медиалды бағытта шығыршықтық шұңқыр фосса трахеарис орналасқан. Келесі маңдай сүйектің мұрындық бөлігі. Мұрындық бөлігі парс назалис деп аталады. Ол жерде айтатын бірінші зат мұрындық қылқан спина назалис. Мұрындық бөлігі төменгі бетінде екі шетінен және алдынан торлы сүйектің тілігі инцизора этмодалис арқылы бөлінген. Осы мұрын қылқаны мен инцизора этмодалистің арасында маңдай сүйектің қойнауына апаратын апертура синус фронталис, яғни маңдай қойнауының апертурасы орналасқан болып табылады.